Хан Ордасы Қарағанды облысы Ұлытау өңіріндегі Тамды өзені бойында орналасқан. Ескі қала құрылысының сырты дуал мен сыртқы іргесі айнала ормен қоршалған. Орға арық арқылы өзеннен су тартылған. Хан Ордасы негізгі екі бөліктен, Хан Ордасы мен қызметшілер тұратын сыртқы қоршаудан тұрған. Орданың ішінде ханның салтанат шатыры, басқа да жаздық баспаналар орналасқан. Оның бұрыштарында қарауыл мұнаралары болған. Хан Ордасына бір ғана қақпа орнатылған. Академик Әлкей Марғұлан Хан Ордасын 9-8 ғасырларда қорғаныс үшін тұрғызылған қамал бекіністер тобына жатқызады. Тарихи деректер бойынша бұл жерде тарихы аты белгілі хандарды ақ кигізге көтеріп, хан сайлап ант беріскен.